Вакцинация ата-аналар үшін балаларын жұқпалы аурулардың ауыр зардаптарынан қорғаудың жалғыз, ең тиімді және баламасы жоқ әдісі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, 12-16 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған ақш-тағы Pfizer компаниясы шығарған Comirnaty вакцинасы Қазақстанда қолданысқа рұқсат беріп тіркелген. Республикада 12 жастан асқан балаларды Comirnaty вакцинасымен біздің елден басқа ақш, Германия, Ұлыбритания, Бельгия, Үндістан мемлекеттерінің тәжірибесіне негізделген. Дені сау, саналы ұрпақ қалыптастыру мақсатында біздің колледжіміздің 12-16 жас аралығындағы студенттер вакцина алуды бастады. Баланы егуден бас тарта отырып, ата-ана өз баласын денсаулықты қорғау құқығынан айырады және инфекциялардан қорғай алмайды. Сондықтан да әлеуметтік желідегі қауесет сөздерге сенбей, нақты ақпаратпен алмасуларыңызды сұралады. Вакцина алыңыз, жақындарыңызды қорғаңыз. Мен Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің 2-ші курс студенті, аты жөнім Серікбаев Арыстанбек. Мен Pfizer компаниясының Comirnaty вакцинасының бірінші компонентін 2021 жылы 29 желтоқсан күні, ал екінші компонентін 2022 жылы 19 қаңтар күні алған болатын. Здравствуйте, меня зовут Ушанова Жанель. Я являюсь студенткой Атырауского политехнического высшего колледжа имени Саламата Мукашева. Я студентка 2-го курса. Получила я вакцину Comirnaty 12 ноября 2021 году. Мен Романов Анвар, Атырау политехникалық жоғарғы колледжінің төтенше жағдайда қорғау мамандығының 2-ші курс студентімін. Мен Pfizer вакцинасын 14 қыркүйек күні алдым. Мен Серік Асена, Атырау политехникалық жоғарғы колледжінің бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының 1-ші курс студентімін. Pfizer вакцинасын 2022 жылдың 20 қаңтарында алдым. Вакцинаның бірінші және екінші компоненттерін алғаннан кейін аздаған қызу болды, ал басқа да ауырсынулар болмады. Я бы не сказала, что это был побочный эффект. Я чувствовала усталость, боль в руке и повышенную температуру. Әсерлер болған жоқ. Бірінші компонентті жақсы өтті. Жоқ, ешқандай зияндық әсерлер болған жоқ, тек жақсы жағы. Қазіргі кезде инфекцияны жұқтырып алу қаупі өте көп. Соның алдын алу мақсатында жанымдағы ата-аналарымды және жақындарымды қорғау мақсатында мен вакцина алған болатынмын. С такой целью, чтобы обезопасить себя, ведь вирус передается от человека к человеку. И мы сможем, как раньше, обнимать наших дедушек и бабушек, посещать разные мероприятия и не бояться за свое здоровье. Вакцинаны өзімді қорғау үшін және де жақында отбасымды қорғау үшін. Біздің денсаулығымыз неше түрлі инфекциялармен күресе алмай жатыр. Сондықтан өз денсаулығым, өз қауіпсіздігім үшін алдым. Адамның иммундық жүйесі әртүрлі антигендермен кездеседі және олармен күреседі. Ал вакцинадағы антигендер адамның иммундық жүйесіне ешқандай кері әсері жоқ, керісінше көмектеседі. Вакцина алмағандарға өзіңізді және өзіңіздің жақындарыңызды осы індеттен қорғау үшін вакцина алғаныңыз жөн. Неше түрлі тарап жатырған әңгімелерге сенбей, өзіміздің денсаулығымыз үшін екпе алайық.